Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Қыстақтағы ауылдан түс ауа шыққан бөде ойқы-шойқы дала жолмен қаладағы үйіне кештетіп жетті. Келе салысымен көлікке тиеген бір қойдың етімен, бір қап картопты және басқа да бөлек салақ жүктерін 5-ші қабаттағы пәтеріне біртін-біртін асықпай тасады. Осылардың өзі бөденің ескі Запорожец көлігіне тас тиегендей ауыр болғаны сонша, жол бойы доңғалағы жарылып, моторы қызып, жанын қинап, қалаға әупірімен зорға жетті. Үйге кіріп жүктерін жайғастырған соң, жуынып шайынып алған ол алаңсыз әйелін тосты. Әне міне келіп қалар деп, жаңа сойған қойдың өкпе бауырынан қуырды. Келіншегін қарайлап, есік тырс етсе соған елеңдеп, сырттағы дыбысқа құлақ түрумен болған. Қуырдақты қуырып, шайды демдеп, әйелін тосып ұзақ отырды. Кенет телефон шірете қалды. Алло, бұл кім екен? Деп асыға аптыға телефонға жармасты бөде. Көрші үйдің әйелі екен, шекерді сұрады. Бұл болса келіп қалатын шығар деп, өзінің де тосып отырғанын айтты. Содан келіншегін күте-күте, түннің бір уағында, есінеп, құсынып, ұйқыға бас қойған. Таңертең астынан су шыққандай төсегінен атып тұрған бөде алақ-жұлақ жан-жағына қарады. Әйелі әлі келмеген. «Ей, Құдай-ау, бұл қайда жүр?» деп беті қолын шайып, түннен қалған қуырдақты жеп, жұмысына кетті. Күн ұзақ жұмыста болған бөде түс ауа тау қопарғандай шаршап шалдығып үйіне оралды. Үйдің іші қаңырап бос тұр. Әйелі әлі келмеген. Қызық екен, бұл қайда жүр? Деп ас үйге бір кіріп, бір шығып, ақыры ауылдағы үйге телефон соқты. Дың-дың етіп, талайға дейін телефон құлағын ешкім көтермеді. «Апыр-ай», деді ол, әлде неге мазасы қашып. «Апыр-ай, қайда жүр? Неге кешікті?» Деп тағы да телефон құлағын өші кеткендей өршелене бұрады. Кенет Құдай оңдап, біреу тұтқаны көтерді. «Бұл кім екен?» деді алыстан қарлыққан енесінің даусы еміс-еміс естіліп. Алло, апа, бұл мен ғой, мен бөдемін. Амансыздар ма?» деді асыға аптыға. Бөдемісің? Айналайын, қалдерің жақсы ма? Аман есен жеттіңдер ме? Далада жүрміз. Телефоны бар болғырдың дауысы да естімей жатырмыз. «Апа, шекер барған жоқ па үйге?» «Шекер дейсің бе? Ол қайдан келеді? Кеше өзіңмен бірге кетіп еді ғой. Не болды? Ренжісіп қалдыңдар ма?» деп енесі ештеңенің мәнісін түсіне алмай қалған. «Жоқ, апа, ренжіскен жоқпыз. Онда не болды? Екеуің бірге кетіп ең ғой. Құдай-ау, өзің не айтып тұрсың?» деп істің мән жайын жаңа түсінген енесі абыржи бастаған. «Не болды, қарағым, түсіндіріп айтшы», деді уайым шеккен кейуананың даусы қобалжып. «Кеше ауылдан шыққаннан кейін 100 шақырым жүрдік пе, жүрмедік пе білмеймін. Моторым қызып, дөңгелегіміз жарылып қалды. Сонан соң не болды?» «Сонан соң қосалқы дөңгелекті салып алдым, бірақ оның да желі бос. Әрі жүк ауыр болған соң шекерді жол бойындағы аялдамаға қалдырып кеткем. Кешке дейін автобус өтсе соған мініп келерсің деп. Содан бері әлі келген жоқ, тосып отырмын. Қайда жүргенін?» «Ойбай», деді енесі бетін шымшып. «Сонда сен келіншегіңді жолға тастап кеттің бе?» «Жоқ, автобустың аялдамасында қалды деймін». «Не дейсің, қарағым-ау? Бұл жаққа автобустың аптасына неше рет қатынайтын білемісің өзің? Автобус жұма күні келіп, сол күні қайтып кетеді. Басқа күндері бұйырмасын, жүрмейді ғой. Ойбай-ау, енді қайттым. Артынан іздеп бардың ба? Ессіз далада. Ойбай-ай, енді қайттым. Құдай, мынау не сұмдық?» деп енесі табан астында есі жығып телефонды тастай салды. Қызын уайымдаған кейуана дереу малды жүрген баласы Айбарға хабар бергізді. Ол көп күттірген жоқ. Келе сала мән-жайды шешесінен естісімен бірден әпкесінің қаладағы
үйіне телефон шалды. Телефонды жездесі Бөде көтерді. Алло, Бөдеке, сен қай жолмен жүріп едің? Бөде телефоннан ескі грейдер деп қай жолмен жүргенін түсіндіріп болған кезде, әпкем аман есен табылсын деп Құдайдан сұрай бер, деді бойын ашу кернеген Айбар. Әй Бөде, мен сенің осындай ақымақ, су жұқпас екеніңді бұрында білуші едім. Ал мына істегенің, біле білсең, барып тұрған оңбағандық. Енді өзің үйде әлі омалып отырмысың? Неге іздеп шықпайсың? Қала мен екі араның 150 шақырым екенін білесің бе? Демек сен әпкемді қаладан 70-80 шақырымдағы ескі тас жолдың бойына тастап кеткенсің. Ол жолмен тышқан жорғаламайды, деп ашумен қатты сөйледі Айбар. Қой, ойбай, оның не? Жездеңе олай дегенің не? Деп мына жақтан шешесі баласына тоқтау айтуды. Бүйткен жездесі құрысын. Бүкіл ел жүріп жатқан тақтайдай күре жол тұрғанда, қайдағы бір таутастың арасындағы ескі жолға түскен. Ол аздай адам жүрмейтін жерге әйелін тастап кеткен. Деп бойын ашу кернеген Айбар тездетіп көлігіне жанармай құйып асығыс жолға шықты. Ауылдан шыға қатты жүрген ол қалаға баратын күре жолды қиып алысымен жездесі айтқан ескі тас жолға қиғаштап барып қосылды. Одан соң ойқы-шойқысы шыққан ескі жолдың бойымен шоқалақтап ұзақ жүрді. Бұл жолмен автобус тұрмақ, тірі жан жүрмейді. Мына сүмелек бұл маңнан аялдаманы қайдан көріп жүр? Деп соған іштей ашулы. Адам деген соңына ерген итін де далаға тастамайды ғой. Мынанікі не сұмдық? Машинаның дөңгелегі жарылады, автобусқа мінесің. Немесе олай бұлай өткен көліктің біріне отырасың деп жол жиегіне әйелін тастап кеткен. Ой сұмдық-ай, естімеген елде көп. Аман табылса болды. Осындай сүмелектер қайдан шығады? Деп жездесінің ісіне қаны қарайып, задан жарылардай болған Айбар жиек-жиегін шөп басып кеткен ескі жолмен изеңдеп жүріп келеді. Ара-тұра төңірекке көз жүгіртеді. Әпкесіне де ызалы. Қал дегенге қала салғаны қалай? Иен түзде жан-жағына қарамай ма? Деп күйіп пісуде. Кенет тура алдынан бозараңдаған бірдеңе көрінді. Жақындап келгенде байқады. Баяғыда бұдан 40-50 жылдай бұрын, тіпті оданды көп шығар, ауданға жүк тасыған шопырлар қысы-жазы осы тас жолмен жүретін. Ол заманда бұл тақтайдай теп-тегіс еді. Қазір ғой, су сойып, ұсқыны кетіп, ойқы-шойқы болып жатқаны. Кейінде салынған жаңа жол әрідегі қайнардың үстімен өтетін болды да, ескі жол керексіз болып, келе-келе ұмыт болған. Содан бастап бұл жолмен ілуде біреу, онда да Бөде сияқты жол білмейтін сүмелектермен аң қуып адасқан қаңғыбастар, болмаса басқа тірін жан жүрмейтін. Баяғыда қақаған қыста әлде бір жүк тасушының көлігі бұзылып, үстіндегі жүкті осы араға түсіріп, оның сыртын уақытша тақтаймен қоршаған екен. Кейін жүргізушілер жүгін алғаннан кейін де әлгі қоршау қалқиып соларда қала берген. Бөдеге аялдама болып көрінген сол үнемі күн астында, жел өтінде тұрып, ақ сөңке болып жемірліп тозған ағаш қалқан. Ол оңбаған әпкесін осы араға түсіріп кеткен. Жездесі айтқан жерге жетіп тоқтаған Айбар көлігінен түсіп, әрі-бері жүріп жол жиегін шарлады. Із кесті. Расында да кешелі бері жүрген адам ізі жатыр. Тыпыршып бір орында тұрған әйел адамның ізі. Ескі жолдың бойында көзге ілігер бөгде белгі жоқ. Жездесінің көзіне аялдама болып көрінген ағаш құрсаудың маңын Айбар сүзіп шықты. Күн астында тұрып жемірілген ескі қораптың ығына бір тасты бір тастың үстіне қойып, әпкесі осы арада отырғанға ұқсайды. Айбар жан-жаққа көз жіберіп, алыс жақынды шолды. Көзге ілінер еш белгі жоқ. Жылмайып жатқан қоңыр жон, көсілген дала көрмедік, білмедік дегендей бедірі еді. Айбар жол бойын жиектеп талай жерді шарлады. Жіп-жіңішке Запорожец машинасының ізімен қоса ауыр жүк көлігі де осы арадан кешелі бері өткенге ұқсайды.
Ақыры бұл әрекетінен ештеңе өңбесін білген Айбар сол бетте қаладағы жездесінің үйіне келді. Бөде есік алдында көлігінің әр жерін сүртіп түртінектеп жүр. Қаннен қаперсіз. Ол манағы телефонда айтқан сөзін қайталап, келіп қалама деп тосып жүрмін деді. Ессіз далада жазатайым бір қатерге жолықпады ма, жазым болмады ма деген қатер қаперіне келетін емес. Соған ыза болды Айбар. Жоқ, мұның болмайды. Деп бірден ішкі істер бөліміне келіп милицияға арыз берді. Осылай, кісі жоғалды. Деп мән-жайды баяндап, әйелін далаға тастап кеткен Бөдені кінәлады. Келесі күні полициясы Бөдені алып әйелін қалдырып кеткен жерге келді. Бөде, сен мұқият қара, әйеліңді қай жерге қалдырдың? Деді тергеуші жігіт. Ол болсақ жан-жағына қарап келе жатып, әні аялдама, деді ол. Онысы кешегі Айбар тоқтап маңайын аралап шыққан ағаш қораптың қалқиған қабырғасы. Саған дауа жоқ екен. Мұның қай жерінен аялдама көріп тұрсың? Маңайға неге қарамайсың? 9 жолдың торабында тұрғандай аялдама дейсің. Деп Айбар жездесіне шүйлікті. Бұл аялдама емес, деді тергеуші. Жалпы бұл жолмен ешкім жүрмейді. Сіз неге бұл арамен жүрдіңіз? Бұдан жақсы жол бар ғой. Ана Қайнардың үстімен өтетін тақтайдай асфальт жол. Қалаға тіке апарат. Қаншама жылдан бері елдің бәрі сонымен ағылуда. Әлде сіз әйеліңізді ессіз далаға тастап кету үшін осы араменен қасақана жүрдіңіз бе? Деп Бөдеге күдіктене қарады тергеуші. Жоға, неге үйтеді екем? Мен бұдан басқа жолды білмеймін. Ендеше көрсетші, қай жерге түсіріп кеттің? Тоқтаған жеріңді білесің бе өзің? Міне, тура осы ара. Мынау менің машинамның ізі, деді Бөде шырылдап. Тергеуші Бөдені одан әрі мазаламай, жол бойын аяқ жетер маңды ұзақ шарлап із кесті. Сол күні осы жолмен бір үлкен жүк көлігі өткен. Одан кейін Айбардың Нива көлігінің ізі жатыр. Бір орында ұзақ тұрған әйел адамның топлейінің ізі ап-айқын көзге ұрады. Бұдан басқа жол табанында қыбырлаған белгі жоқ. Осы тас жолдың төменгі тұсынан өткен жылқының ізі байқалады. Бірақ ол жайылымда жүрген мал болуы ықтимал. Жолды кесіп өткен жылқының ізі. Оның өзі жол бойына тоқтамағын сықылды. Соған қарағанда жайылымда жүрген саяқ мал ма деген. Ақыры Бөдеден түсінік алды. Ол бұрынғыша машинаның дөңгелегінің желі аз, жүк ауыр болған соң арттан келетін автобусқа мінесің деп әйелін жол бойына қалдырып кеткенін айтудан жазар емес. Тергеуші бұдан кейін Бөденің көлігі мен тұрғын үйін тексерді. Сол күні көлікке бір қойдың еті мен бір мөшек картоп, одан басқа қарынға салған сарыма тиеген рас. Көліктен қан іздері табылды. Ол сараптамаға жіберілді. Ақыры Бөде әйеліне қастандық жасат деген күдікпен қамауға алынды. Мұны естіген Айбар Бөдені жағадан алып, иттің баласы, осыдан кейін қалай жер басып жүресің, деп сабай жаздады. Абырой болғанда тергеуші ара түсіп Айбарды әзер тоқтатты. Осыдан кейін әлгі арадан өткен жүк көлігі де іздестіріле бастады. Бәлкім, соған мініп кетті ме, солардан бір қатер келді ме деген күдікте жоқ еместі. Осылайша тергеп, тексеру жұмысы басталып кеткен. Ескі жолдың теріскей бетінде шамамен 10-15 шақырым жерде тау ортасында малшы ауылы тұратын. Тергеушіге ілесіп Айбар ол ауылға да барды. Ауыл адамдармен тілдесті. Шопан адам егде жастағы кісі екен. Бейсауат жүрген ешкімді байқамағанын айтады. Әңгіме арасында Шопанның әйелі сол күні біздің ауылдың иттері түнімен арсылдап үріп шықты. Ит құс келді ме деп ойладық дейді. Бұл уақытта Бөденің көлігінен табылған қан малдың қаны болып шықты. Әйтсе де тергеуші Бөдені қамаудан босатпады. Қалай десек те, сіз басты күдіктісіз. Ауылдан бірге шыққан әйеліңізді ессіз далаға тастап кетуіңіздің өзі ақылға сыймайды. Әлі де ойланыңыз. Не істедіңіз? Әйеліңізді қайда апарып тастадыңыз? Бізден жасырмаңыз, деп қамауда қалдырды.
Келіншек жоғалған күні ескі жолмен өткен жүк көлігі ұзақ іздестірілді. Қалаға шығатын үлкен күре жолдың бойында тұрған асхана мен қонақ үйдің бақылау камерасынан соған ұқсас көліктің жазбасы табылды. Тергеуші соның соңына түсіп, індете іздестірумен болған. Солар алып кетіп құлдыққа сатып жіберуде мүмкін. Қазір не жоқ дейсің? Деп Айбардың әке-шешесі қарадай уайым шегуде. Ұзамай әлгі ауыр жүк көлігі табылды. Олар жол құрылысына қиыршық тас тасып жүрген жалдамалы жұмыскерлер екен. Сол күні олар ескі жолмен кездейсоқ жүріпті. Жол тосып тұрған әйелді де көрген. Айтуларына қарағанда, қайда барасыз, ала кетейік деп ұсыныста жасаған. Бірақ әйел бұлардың көлігіне отырудан бас тартқан. Неге бас тартты? Сендер қорқыттыңдар ма? Әлде бір зияндарың тиді ме? Деп тергеуші сұрақтың астына алды. Олар тиіспедік деп азар безер. Көліктері тексерілді. Күдікті ештеңе табылмады. Сөйтсе де жасырып отыр ма? Деп бір сөтке темір торда ұстады. Қалай дегенмен бұлардан көз жазбау үшін қатаң ескертуде жасалды. Дегенмен бұлардың жауабы бір шындықтың бетін ашып тұрғандай. Яғни бөдештің айтып отырғаны рас. Ол шынымен әйелін жол бойына тастап кеткен. Неге десеңіз, көлігін аяған. Сонда бұл не, қылмыс па? Әлде азғындық па? Тергеушінің соған ақылы жетер емес. Жолдың осы тұсынан 10-15 шақырым жерде маңайын шөп басып кеткен ескі қорым бар екен. Айбар сол маңды шарлап шықты. Бірақ бұл төңіректен де көңілге күдік елатар белгі байқалмады. Қызы жоғалып кеткеннен кейін жалап, еңіреп, Шекердің ауылдағы шешесі келді. Қамауда отырған күйеу баласына жолықпақ. Айналайын-ау, бізден не жамандық көрдің, мұның қалай? Деп соны сұрамақ. Көлігін толтырып тамағын салып бердік. Құдайым-ау, бұндай сұмдықты кім көрген? Деп қамыққан күйеуі күйеу баласына жолығуға асыққан. Бірақ тергеуші оның қажеті жоқ деп жолықтырмады. Тергеп тексеру жұмысы тұйыққа тірелді. 4-5 күннің ішінде Шекердің жоғалып кеткендігі туралы хабар алыс жақындағы елге түгел тарады. Қамауда отырған бөте сол күнгі оқиғаны қайта-қайта көз алдынан өткізді. Дөңгелегін айырбастап болған соң, мына доңғалақ жарылса, мүлде далада қалады екенбіз, деп ойлаған бөде. Бір мөшек картопты бекер алған екенбіз, деді әйеліне қарап. Саған оны ал деген кім бар? Өзіңнен көр. Мініп жүрген көлігіңнің сырын білмеймісің? Деп келіншегі ренжіді. Жаңа салған доңғалағын түрткілеп аз-кем үнсіз отырған бөде, картопты осы араға тастап кетсек, обалы өе. Ит құсқа жем болады. Одан да сен қалып, артымыздан келе жатқан автобусқа мініп келсен қайтеді? Ең дұрысы сол, сен автобусқа мініп кел, мен жүре берейін, деді. Әйелі, шын айтып тұрсың ба? Дегендей, күйеуіне көзі бақырайып таңырқай қарады. Рас айтам, әйтпесе қазір далада қаламыз. Жаңа сойған туу қойдың еті бұзылып рәсуа болады, деді ол міз бақпастан. Жүре берсе қайтет, деді жалтақтап жан-жағына қараған келіншегі. Оған қорқып тұрмын, дөңгелектің желі бостау екен, қызып кетіп жарылып қалса, бейнет көреміз ғой, деп қинала сөйледі бөде. Міне, сол арада айтылған бар әңгіме осы. Ақыры Шекерді жол бойына қалдыратын болды. Келіншегі үнсіз келісті, келіспегенде қайтет, үйдің еркегі айтып тұр. Бір білгені бар шығар, әйтсе де әйелдің қалғысы жоқ. Неге екені қайдам, жүрегі әлде неге өрекпіп, үстіне киетін жемпірімен қол сумкасын көліктен алып жатып. Бөде, деді көзі бір түрлі жасаурап. Аман бол. Бұдан басқа тіс жары білем демеді. Осы көрініс қайта-қайта бөденің ойына орала берді. Оралған сайын келіншегінің жасаураған көзі, жабырқаған жүзі ап-айқын көз алдына тұра қалады. Бұған дейін сол күнгі оқиғаны бөде тіпті есіне де алмаған екен. Енді соған өкінейін десе, Құдай айтып өкіне алмайды. Сонда неге бір қап картопты тастап кетпеді? Енді ол қайда кетіп қалды? Деп басы қатты.
Кеше балдызы Айбар мұны тілдеп, өмірлік қосағың, бірі қап картоп қорлы болмады ма? Тіпті жүгіңнің бәрін иесіз далаға тастап кетсең де өкініші жоқ еді. Құдай-ай, ойласаш, адам деген соңына ерген итін де далаға тастамайды ғой. Мұны деген не сұмдық? Иттің баласы, нағыз хайуан екенсің. Сен тура буындырып өлтірсе, обалы жоқ. Деп мұны бетінен жұдырығымен бір салып ұшырып түсірді. Онымен жағаласа кетуге бөденің жүрегі дауаламады. Құдай соқтап тергеуші ара түсіп аман алып қалған. Шекердің ұшты күйлі жоғалып кеткеніне аптаның жүзі болды. Жер жұтқандай жоқ. Айбардың өзі жалғыз әпкесін іздеп, сол маңды түгел сөзді. Аяқ жетер жерді ақтап шықты. Әпкесі жоқ. Күйеуі, артымыздан автобус келеді, соған сен мініп кел, деп мұны жол бойына қалдырып жүре жөнелгенде, Шекер не болғанын түсіне алмай қалды. Шынымен кете ме? Деп бөденің соңынан үн-түнсіз тесіле телміріп, кішкентай Запорожец қашан қырасып көзден ғайып болғанша қадала қарап тұрды. Көңілі құлазып, жанары жасқа толып іштей егілді. Ол тіпті далада қалғанына да емес, күйеуінің әлгіде айтқан сөзі, картопты тастап кетсек, обалы, одан да сен қалып артымыздан келе жатқан автобусқа мініп келсең қайтеді, дегені. Осы сөзді қайта-қайта есіне алған келіншек өзін қанша жұбатқысы келсе де, күйеуінің мұны бір қап картоп құрлы көрмегені. Сол есіне оралған сайын жан дүниесі құлазып, іштей егілді. Сүйіп қосылған жары, үйленіп үй болғандарына 2 жылдың мұғдары болған. Әзірге бала сүймет демесең, тату-тәтті ғұмыр кешуде. Қарағым-ау, не ойлағаным бар? Құтыла алмай жүргендей, мұнысы қалай? Деп жүрегі жылап тұрды. Күн кешкіре өтіп бар жатқан үлкен жүк көлігі шаңды бұрқыратып, жол жиегінде селтиіп тұрған келіншектің тұсына жақындап келіп тоқтады. Өздері ұлты басқа адамдар екен. Орысшалары да түсініксіз бұған. Қайда барасың, ала кетейік, деді. Біреу шамасы ептеп қызып алған. Сол тіпті көліктен түсіп, мұның жеңінен тартып, жүр, бізбен бірге көңілді отырамыз, деді. Сол сәтте Шекер бейтаныс адамдардың көлігіне мініп те кеткісі келген. Не болса, о болсын деп, сайқал ой төбеде көрсеткен. Құдай қосқан жарыны ерегіскенде. Бірақ Шекер үйте алмады. Кімге қиын жасайсың деген әлде бір тосын дауыс тосқауыл бола берген. Содан кейін өзінің көлік тосып тұрғанын айтып, азар бездіре болып, әлгілерден бас тартты. Сол ауыр жүк көлігінен кейін ескі жолдың бойымен тірі тышқан жорғалаған жоқ. Кеш батып маңайды қараңғылық қымтады. Төбеден төніп қара көк аспан түнерді. Жамырап жұлдыздар туды. Ай тумаған мезгіл. Маңайды тастай қараңғы түн пердесі қымтаған сайын Шекердің бойын үрей билеп қорқыныш құрсауын алған. Түн жарымында қасқыр ұлыды. Ит құстың дыбысы тіпті жақыннан естілгендей. Келіншектің зәресі ұшып, бойы қалтырап, тізесін құшақтаған қалпы бүрісіп отыр. Ештеңе ойлай алатын емес. Еңсесі езген үрей ит құстың ұлыған үніне ұласып, денесін діріл буған. Кенет қайдан екені белгісіз, жылқының пысқырған дыбысы естілгендей болды. Тағы да қасқыр ұлыды. Осы кезде әлгідегі пысқырған аттың дыбысы екінші рет құлағына шалынды. Артынша тас жолдың үстінен қараңдап өтіп бар жатқан әлдененің сұлбасы көзіне шалынғандай болды. Онымен қоса, кісінің жүткірінген үні де құлағына ап-анық естілді. Сол-ақ екен, Шекер орнына ұшып тұрып, дыбыс шыққан жаққа. «Ей, көмектесіңізші, көмектесіңізші!» деп солай қарай дедектеп сүріне қабына жүгірді. Сөйтсе ол шынында да жолаушы екен. Осы заманда сал атпен адам жүре ме? Әуелі салт аттының өзі қараңғы түнде тосыннан айқайлап шыға келген әйел даусынан шошып кетсе керек. Іле-шала, жын ба, сайтан ба? деп ойлаған ол, бұл кім? деп қатқыл дауыстады. Ағатай, тоқтаңызшы. Жол тосып түнге қалып қойдым. Құлдығыңыз болайын, мен ала кетіңізші, көмектесіңізші. Деп даусы дір-дір еткен әйел жолаушыға жақындаған бетте
аттың бауырына кіріп кете жаздап, бейтаныс адамның үзеңгісіне жармасты. Сонда ғана аттылы адам тізгін тартып, «Өй, сен кімсің? Адамбысың? 7 түнде қайдан шыға келдің?» Ағатай, мен алып кетіңізші. Соңыңызда еріп отырайын, қайда барсаңыз ағатай». Тоқта дейм, жақындама. Әуелі жөніңді айт, кімсің өзі? Ағатай, жол тосып түнге қалып қойдым, ала кетіңізші. Соңыңыздан еріп отырайыншы. Деп келіншек шегіншектеп жолаушыдан қаймығып қалған. «Апырмай-ай», деді еріксіз тізгін тартқан жолаушы адам аттан түсіп, қараңғыда шырылдаған әйел адамның жүзін анық көрмесе де, оның дір-дір етіп қатты қорқып тұрғанын сезіп. «Ойпырмай, бұл не сұмдық? 7 түнде? Қорықпа шырағым, мінгестіріп ала кетейін, далаға тастамаймын ғой енді», деп қинала сөйлеген жолаушы жөн сұрасып біраз бөгелді. Одан соң қанжығасына байлаған түйіншекті шешіп, соны ердің артына бүктеп салды. Сәлден кейін бір атқа мінгескен түнгі жолаушылар қараңғылық құшағына еніп бара жатты. Шекер ердің артқы қасынан ұстап жабысып отыр. 1-2 рет аттан аударылып қала жаздады. Жолаушы адам келіншекке «Менің белімнен мықтап ұстап отыр, әйтпесе аттан сыпырылып құлап қалуы мүмкін», деді. Бейтаныс адамның беліне жабысуды жөн көрмеген келіншек ат көрпенің шетіне жармасып содан ұстап отырды. «Ал, қалқам, жол қысқарсың, әңгімеңді айта отыр. Неге жалғыз өзің 7 түнде далада тұрсың? Жөндеп айтшы. Көлік ағылып жатқан күре жол емес. Бұл жаққа қайдан тап болдың?» Шекерде үн жоқ. Не дейді? Келіншектің қысылып жылап келе жатқанын білген жолаушы, «Айтқың келмесе, айтпай-ақ қой. Әйтсе де өзің батыр қыз екенсің. Мені қатты қорқыттың. Тіпті шошығаным сонша қамшымен тартып жібере жаздадым», деп күліп алды ол. «Ал онда жол қысқарсын. Саған өзімнің кім екенімді айтайын. Кімнің артына мінгесіп келе жатқаныңды білгенің жөн. Қазір не көп, алаяқ көп, қарақшы көп. Біреуге біреу қол ұшын берсе, ақы сұрайды. Тіпті білесіз бе? Тірі жанға сенуден қалдық. Міне шырағым, біз сондай сұрқия заманда тап болдық», деді. Соны айтқан ол сәл үнсіз отырып. «Біз осы арадан 30 шақырым жердегі Қасқасу деген ауылда тұрамыз. Үйде анам бар, отбасым бар, өзім қорықшымын. Есімім Орман. Әкем де қорықшы болған. Мен де сол кісінің жолын қуып, қорықшылықты кәсіп етіп келем. Әйелім бұдан көп жыл бұрын ауылдық жерде тұрғызы келмей, қалаға кетіп қалған. 14 жасар қызым бар, хабарласы келіп тұрады. Мен даланы қимай осында тұрып жатырмын. Өмірімнің көбі осы ен түзде өтіп келеді. Табиғатты қорғаймыз. Сонда табиғатты кімнен қорғайды дейсің ғой? Адамнан қорғаймыз», деді ол күле сөйлеп. «Иә, тап солай. Сен екеуміз сияқты екі аяқтың пендеден қорғаймыз. Білесіз бе, табиғаттың досы да адам, жауы да адам. Мен өзім солай ойлаймын», деп аң мен құс орман тоғай деп ұзақ сонар әңгіме айтып кетті ол. Сәлден соң, «Мен сірә сізді жалықтырып жіберген шығармын. Тым болмаса атың кім? Соны айтшы», деді. Шекер қарындас, сіздің тас қараңғы түнде далада қалуыңыз өміріңіздегі ерекше оқиға болуы тиіс. Арты жақсы болсын. Ертеде әкем марқұм айтатын, көпті көрген кісі еді. Әр адамның өмірінде әр түрлі нышандар болады. Деп, тек соны біздер кезінде білмейді екенбіз. Өтіп кеткеннен соң барып, солай екен-ау деп таңырқап таңдай қағамыз. Жазу деген сол, деп аз өмірі туралы әңгіме шертті. Осылайша түнгі жолаушылар талай жерді жүрді. Рауандап таң қыла бере бастаған кез. Жолаушылар аттың белін суытып алайық, деп тізгін тартып аттан түсті. Таңға жақын түн салқын тартқан. Шекердің денесі тоңазып, жемпірінің өңірін қаусырып бүрісіп тұр. Түнде тас қараңғыда орман жас келіншектің дидарын көре алмаған. Енді себезгілеген таң жарығымен оның жамалы айқындала түскен. Ол ақ құба, талдырмаш, бәденді адам екен. Орман Шекердің
тоңып тұрғанын сезіп, иығына сулығын жапты. Қаудыраған березент сулықтың етегі келіншектің тобығына дейін түсіп, бойы сәл-сәл жылына бастаған. «Шекер», деді Орман. «Сәлден соң сен атқа отыр, мен біраз белімді жазып, жаяу жүрейін». «Жоқ, ағатай, мен өзім артыңыздан еріп отырармын», деп Шекер ыңғайсызданып, атқа мінгісі келмей тартыншықтай берген. Онысына Орман көнбеді. «Тілді ала ғой, қарағым, мен сен құсап, жол тосып шаршамадым. Ептеп аяғым үйіп келет. Жаяуламасам болмайды», деді. Сөйтіп Шекерді қолтықтап атқа отырғызған Орман аялдамай жүріп кетті. Жолаушылар таң құланиектеп келе жатқанда ауыл шетіндегі еңселі ақ үйдің алдына келіп тоқтады. Орман атын ағаш лапасқа кіргізіп жайғастырған соң қонағын ертіп үйге кірді. Есіктің тықырынан оянған кейуана кісі: «Орман, қарағым, келдің бе? Тамақ ішсең дастарханда дайын тұр», деді. «Апа, әуре болмаңыз, өзіміз ішеміз ғой». Орманның үйі бірнеше бөлмелі үлкен шаңырақ екен. Ауылдың үйі демесең, қаланың үйіне бергісіз оты суы ішінде. Мұнтаздай таза, ауызғы бөлме от жағатын тамақтың ішетін орынға ұқсайды. Орман өзі жататын бөлмеге қонағын арнап төсек салып берді. Өзі газет журналдар жиналған кең бөлмедегі диванға жайғасты. Ертеңгілік анасы баласының қонақ бөлмеде жатқанын көріп, әуелі сәл таңырқап тұрды да, баласына еріп келген біреу барын сезген кейуана Орманның бөлмесінің есігін ашып сығалады. Өзінше ішінен: «Бісміллә», деді. «Келін кетіп қалғаннан кейін шүйке бас дегенге көз салмай кетіп ет. Бұл қалай болды екен, ә? Мына баланы қонақ бөлмеге жатқызбай, өз төсегіне жатқызғаны қалай?» деп не ойларын білмеді. Содан кейін дастархан жасап, газды қосып шай қойды. Түнімен жол жүріп шаршап келсе де, жолаушылар ерте тұрды. Орманның шешесі байсалды адам екен. Қонақ келіншекті төрге шығып жайғастырып: «Отыр, қарағым», деді. Жөн сұрауға да асықпады. Дастархан жасап болып баласын күтті. Сәлден соң Орманда келіп, үстел басына тізе бүкті. «Таң атқанда келдіңдер ғой, біраз жата тұрмадыңдар ма?» деді, шай құйып оны бірінші қонаққа ұсынып. «Ұйқы қанады ғой, жұмыс бар, апа», деді Орман шешесіне қарап. «Қонағыңды танымадым, аты жөнін кім айналайын?» «Шай ал, қазір тамақ салып қоям», деді. Қызыл күрең шай құйған кесені келіншекке ұсынып жатып. «Әуре болмаңыз, апа», деді. Азырақ көмілжіген Шекер өзінің аты жөнін, қалада тұратынын айтты. «Әйел басыңмен сен де қорықшымысың?» деді Орманның шешесі Шекерге қарап. «Иә, апа, бұл кісі де қорықшы, қаладан келе жатыр», деді Орман Шекерден бұрын анасына жауап беріп. Шешесі бұдан әрі оларды мазаламады. Түс ауа Орман қонағын орталыққа жеткізіп, қалаға жүретін автобусқа мінгізбек болған. Бірақ Шекер сырқаттанып басын көтере алмай қалғаны. Кешке қарай науқастың ыстығы көтеріліп, түнмен шошып сандырақтап шықты. Келесі күні де нәр сызбай қатты ауырды. Орманның анасы келіншекке біресе ыстық сорпа ішкізіп, енді бірде ыстық сүтті аузына тосып бәйек болуда. Шекер тіпті түн баласында ұйықтай алмай шошып шығады. Орманның шешесі: «Қатты шошынғансың ғой, қарағым», деп білетін дұғасын оқып ұшықтаған болды. Басын көтере алмай жатқан Шекер: «Апатай, рахмет, сізді әуре қылдым-ау», деп қиналды. «Қарағым-ау, әуелі өзің тәуір болып алшы, алғысыңды сонан соң айтасың», деп келіншектің жастығын түзеп көрпесін қымтап жатты. Аптаның 100-і болғанда ғана Шекер есін жиып, науқасынан айыққандай болған. Сол күні кешкілік Орманға өзінің басынан өткен жағдайды айтып, қамығып көзіне жас алды. «Егер сол күні түнде сізге жолықпасам, менің қандай күйге ұшырайтыным белгісіз еді. Сіздерді де әуреге салдым», деді. «Жоқ, айналайын. О не дегенің? Қалағаныңша тұра бер. Үйіңе хабар бер десең, хабар берейін», деп азырақ үнсіз отырған Орман: «Шынын айтсам, өзің бір періште секілді
әзіз жан екенсің. Сені көзі қиып жол бойына тастап кеткен адамды сірә түсінбейтін шығармын. Тіпті де түсінбеймін. Осында қалағаныңша тұра бер. Қайта шешейге серік боласың. Деп сәл ойланып отырған ол езу тартып. 7 түнде жолықтырған періштем мүбәді кетіп қалса, қарадай уайым шегем-ау, деп содан қорқам деді. Шынында да, күтпеген жерде мынандай бейкүнә жанға жолығуын өзінше жақсылыққа жорыған еді орман. Шекер, жоқ бар, деп ештеңе айтпастан орманның күректей қолын нәзік саусақтарымен аялай сипады. Келіншектің ыстық алақаны қолының сыртына тиюі мұң екен. Орманның жүрегі шым ете қалғандай. Шекердің ақ сүйрек саусақтарын қыса ұстап, біразға дейін үнсіз отырған ол, менің түнгі періштем, деді сыбырлай сөйлеп. Оның осы бір лебізі келіншектің тұла ойын шарпып өткен дейтін. Бұл уақытта шекерді жоғалтып алған туғыстары шарық ұрып іздеп, келіншекті жер көктен таппай аласұрып жатты. Қыздарын далаға тастап кеткен бөденің басына қара бұлтты үйіріп, тіпті жапқызып тастауға пейілтін. Шекер жоғалып кеткеннен кейін аптаның жүзі болғанда бөденің үйіндегі телефон шар ете қалды. «Иә, бұл кім екен? Алло, алло», деді телефон құлағына самарқау көтерген бөде. Желінің арғы басынан күрсінген дыбыс естілгендей болды. «Алло, алло», деп бөде енді болмағанда телефонды тастай салуға оқтала бергенде. «Иә, қалың қалай? Аман есен жеттің бе?» деген шекердің даусы Құдай-ау жердің түбінен естілгендей болды. Бөде қуанғаннан шекер де байқай салды. «Шекер, сен бісің? Сен қайда жүрсің? Сені жоғалтып жер өңірден іздеп, шабылып жатырмыз. Тура жынданатын болдық. Шекер, тыңдап тұрсың ба?» «Тыңдап тұрмын, айта бер. Сен қайда жүрсің? Мына жақта туысқандарың мені абақтыға жапқызып қойды. Содан әзер шықтым. Тіпті өлтіретін түрі бар. Бәрі мені жазғырып жатыр. Менің не кінәм бар?» «Біздің үйдің іші біле ме? Олар қайдан естіген?» Мен айттым. Келіншек біразға дейін үндемей қалды. Анасының ойымдап жатқанын ойлап кетті. Деді ол ауыр күрсініп. «Далаға тастап кеткеніңе сүйінші сұрадың ба?» «Енді не істеуім керек еді? Сені жер көктен іздеп таппадық. Менің өзімді полиция темір торға қамап қойып содан әзер шықтым. Сен өзің қашан келесің? Қайдан жүрсің?» «Менің келгенімді қалайсың ба? Сен не айтып тұрсың? Сондай сөз бола ма?» «Бөде, мен енді саған оралмаймын. Мені іздеп әуре болма. Әнеу күні сен мені ессіз далаға қасқыр жесін деп қалдырып кеттің ғой. Біле білсең, екеуміздің жолымыз сол жерден бастап екі айырылған. Енді мені іздеме, сау бол», деді. Бар әңгіме осы. Дегенмен шекердің бөдеге айтам деген басқа да сөзі бар еді, бірақ айта алмады. Алқымына түсініңсіз бірдеңе кептеліп сөйлетпеді. Телефон дың-дың етіп тыныш тапты. Аңтарылған бөденің де аузына сөз түспеді. «Құдай-ау, мұнысы несі? Менің жазығым не?» деп ызаға булықты. Келіншегінің аман есен табылғанына қуанып, бір жағынан әлденеге өкініп, не болғаны түсініксіз, өзімен өзі әуре боп кетті бөде. Одан соң бұл хабарды біреуге айтқысы келіп, қырдағы ауылға телефон соғуға әлденеше рет тоқталды. Бірақ жүрегі дауаламай бөгеле берді. Содан бері бөдені көрмедік. Бөдемен тілдескеннен соң шекер бірден қыстақтағы анасымен хабарласты. Анасының даусын естіген бетте айтайын деп тұрған сөзінен жаңылып, кеудесін өксі қысып жылап жіберді. Қызын даусын таныған анасы: «Шекержан, қарғам-ау, жарығым-ау, аманбысың? Құлыным-ау, қайдасың?» де болды жылып, екеуінің сөзі көпке дейін бір үзіліп, бір қосылып мандымады. Ақыры есін жинап сабасына түскен шекер анасына өзінің аман екенін, бөде далаға тастап кеткен күні өліп қала жаздағанын, қатты шошығанын, сол күні түн ішінде өзін Құдай деген бір адамның құтқарғанын айтты. Содан бері шошып ауырғанын, есін әзер жинағанын, ертеңдер
үйіне келіп қайтатынын білдірді. Жылап еңіреп, анасы қызының тірі екенін естіп соған қуанды. Әйтеуір аман болсаң болды деп басқа ештеңе сұрамады. Шекердің өмірі сол күннен бастап басқа арнаға түскен. Сол оқиғадан кейін ол орманның үйінде қалып қойды. Екеуі де соны қалаған сықылды. 7 түнде бұларды Құдай жолықтырды ма, тағдырдың жазуы ма? Ол жағы белгісіз. Ең бастысы олар бір-бірін толықтыру үшін жолыққандай. Содан бері аунап айлар, сырғып жылдар өтті. Орман болса әлі де қорықшы болып аттан түспей, туған өлкенің табиғатын қызғыштай қоруда. Әйелі Шекер өмірге бір ұл, бір қыз әкеліп, орманның шаңырағын шалқытып отырған жақсы жар, бақытты ана. Біз де оған бақыт тілеп тіршілікте біріңді бірің бағалай біліңдер дегіміз келеді. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.